Жаңыңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді, жұмсақ болып шығатын майсок майтарының рецептімен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Алдымен осындай майтарымызды алып аламыз. Бұны жақсылап жуып алатын боламыз. Жақсылап жуып, жуған кезде қап-қара су шығады. Өйткені тарымыз қуырылған тары болғандықтан осылай су шығады. Енді бұны 3-4 мәрте жуып аламыз. Бізге қажетті заттар сливочный май және құмшекер қажет болады. Және сүт, ыстық сүт қажет болады. Таза суымызды құйып 3-4 мәрте жуып алатын боламыз. Балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Келесіде тағы да сұрайтын болады. Керемет болып шығады. Дәл менің видеома қарап жасап берсеңіздер болады. Жақсылап жуып тазалап алдық. Енді ыстық сүтімізді қайнатып алып, үстіне құйып шығатын боламыз. Ыстық және араластырып, бетін 10-15 минутқа жауып қоямыз, бұқтырып. Сүтке жібітсеңіздер, өте дәм керемет болып шығады. Бұқтырылып шықты, енді дәмді болып жұмсарды. Енді бұны кептіріп алатын боламыз. Осылай сүлгінің үстіне жақсылап жайып, кептіріп аламыз. Осылай барлығын осылай жайып шығып, бетіне сүлгімізді төсеп, басып шығамыз. Жақсылап басып шығамыз. Өйткені құрғап кебуі қажет. 15-20 минуттай тұруы қажет. Көресіздер ғой, кепкенше тұруы қажет. Кепсе осылай ыдысына салып ала бересіздер. Суынан кепті, 20 минут тұрды. Енді майымызды, шекерімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Дәміне қарай сала бересіздер. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Осылай. Осылай жасап көріңіздер. Дәмі керемет болып шығады. Мен балаларыма ұнады. Енді пиалаға салып, нығыздап салатын боламыз. Қасықтың көмегімен осылай басып салатын боламыз. Сосын тарелкамызға салып, қонақтарыңызға ұсына бересіздер. Өте керемет. Осылай формада шығады. Ас болсын.